Осы дарынды балаларды оқытып тәрбиелейтін бізде мектептер жетерлік. Облысымызда соның бірі осы Айша Бибі лицей ғой. Қыздар мектеп-интернаты. Қыздар мектеп-интернаты. Сол мектеп-интернатында жастардың өсіп даму үшін, жетілу үшін, дарынды болу үшін көптеген жағдайлар жасалған екен. Мен тіпті естігенім бар, ол жақта өздерінің мектепшілік радиолары да бар екен. Әйгерім осы туралы мен кеше осы мектеп-интернатқа барып, тыныс тіршілігімен таныспайтын бар. Керемет, шынында да маған қатты ұнады. Ол жақта қоңырауларының өзі қазақтың сыңғырлаған күйі, үзіліс болған кезде Құрманғазының адай күйі ойнайды екен. Сонымен оқушылар үзіліске шығады. Үзіліске шыққан кезде радио тыңдайды. Ол кәдімгі біз тыңдап жүрген радио емес, өздерінің мектепшілік радиолар бар екен. Демек, ол жақта жас журналистерді қазірден шыңдап радиотілшілерді даярлап жатқан көрінеді ғой. Ол туралы толығырақ айтпай-ақ қояйық, Әйгерім. Себебі менің кеше барып қайтқан туралы бейне материал бар. Жарайсың. Тамаша, бәріміз бірге көрейік. Айша Бибі атындағы дарынды қыз балаларға арналған қазақ-түрік мектеп-интернатында тек қана дарынды жастарды оқытып қана қоймай, қарындастарымыздың шығармашылықпен айналысуына да жағдай жасаған. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл мектепшілік радио. Тыныш сақтаңыздар. Дыбыс жазылып жатыр. Қайырлы таң, құрметті тыңдарман, сіздермен бірге Айша Бибі FM мектеп радиосы және мен Шораева Маржан. Ал дәл қазір сіздермен бірге плейлист бағдарламасы. Бұл бағдарлама арқылы сіздер мұғалімдеріңіздің, сүйікті достарыңыздың, мектебіміздің қызметкерлерінің сүйікті әндерін тыңдай алатын боласыздар. Маржан Шораева осы білім ордасының 10-шы сынып оқушысы. Мектепшілік Айша Бибі FM радиосында 2015 жылдан бері журналистік қабілетін шыңдап келеді. Я, расымен де керемет. Мектептің ішінде өз радиолары бар. Оқушылар мен мұғалімдер үзіліс кезінде қызықты хабарлар мен жаңалықтар тыңдайды. Бұл оқушылардың сапалы білім алуы мен болашақтағы армандарын ұштастыру. 9 қыздан құралған бұл ұжымның жеткен жетістіктері де аз емес. Астана қаласында өткен 3-ші республикалық жас жасампаздар жоба жарысында бас жүлдені иеленді. Осында 1,5 жылдың ішінде радионың, масс-медианың немесе журналистиканың көптеген жақтарымен, қыр-сырымен таныстым. Сонымен қатар болашақ өміріме, болашақ мамандығыма үлкен жол, үлкен даңғыл жол ашылды осы радионың арқасында деп ойлаймын. Жақсы хабар шығару үшін журналист жан-жақты болуы тиіс. Осы қағиданы ұстанған қыздар үнемізден істе. Кез келген тақырыпты бірге талқылайды. Жетекшілерінен кеңес сұрайды. Бастысы тату тәтті ұйымшылдық бар. Негізі радио құрудағы негізі ашудағы мақсатымыз айтады ғой, әр бала бір жұлдыз дейді. Сол жұлдыздардың жануына себеп болу, талантты, журналистік қабілеті бар, тілге шебер оқушыларды жинау. Яғни қазіргі радио құрамында 9 оқушымыз бар. Барлығы шетінен талантты, өздерінде журналистік қабілетті бойларында қалыптастырған бір жыл еңбектің арқасында. Негізінен жақсылап қолға алғанымыз радионы алдыңғы жылы, яғни 2015 жылдың желтоқсан айынан бастап қолға алдық. Жалпы былтырғы жылы 2015-2016 оқу жылында 9 бағдарлама радио тыңдармандарына ұсынылды. Қайғырынан алып қарасақ та дарынды қыздарды бір шаңырақтың астына жинап, білім нәрімен сусындатып отырған мектеп-интернатқа тек қана биіктерді бағындырсын деген тілек айтамыз.